Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, мен сіздермен бүгін ұлттық ойындар мекеніне менімен бірге сапарға барасыздар ма? Кәнеке ойын ендеше Матвейдің артынан бұраламыз. Бәріміз ұлттық спорт мекеніне аттанамыз. Кеттік. 1, 2, 3. Болды. Дамыту жаттығымыз ұлттық ойындар нақышында орындаймыз. Кәнеке бала, бастап қалын үйіктіріз, қолымыз белде. Кәнеке бәріміз бірге қошқар мүйізін жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Қайтадан. Жоға қолды көтереміз. 1, 2, 3, 4. Тағы қайталаймыз. 1, 2, 3. Міне қошқар мүйізіміз шықты ма? Міне қошқар мүйізіміз. Кәнеке көрсетейікші қошқар мүйізімізді. Жарайсыздар балалар. 1, 2, 3, 4. Жарайсыздар. Келесі біздің жаттығуымыз тас табан деп аталады. Кәнеке бәріміз жаңғырамыз. 1, 2, 3. Жарайсыздар балалар. Өте керемет. Келесі біздің бастап қалып үйіріп тұрыз. Келесі жаттығуымыз бітпес деп аталады. Қолымызды жоғары көтереміз. 1, 2, 3, 4. Айналдырамыз қолымызды. 1, саш айналды. 1, 2, 3, 4. Қолымыз. Балалар, қараңыздаршы. Біздер ұлттық ойын алаңына келдік балалар. Бізде бұл ойын 5 асық ойыны аталады. Балалар, мен қолымда ұстап тұрған не зат бол? Асық. Асық балалар, өте дұрыс айтады. Асықтың балалар 5 түрі болады. Оңқы, алшы, тайқы, бүк, шік. Осы асығымыздың 5 түрі болады. Қазір балалар қараңыздар, мен сіздерге ойынның шартын түсіндірем. Біздер мына жерде асықтар тікірген. Көрдіңіздер ғой, қандай түс? Жасыл, көк, сары, қызыл түс. Мұнда ұпай санымен біздер балалар кім көп асық атып ұпай жинаса, сол жеңімпаз болады. Қазір мен сіздерге көрсетемін асық атуды. Алдымызды алға созамыз, сәл еңкейеміз, асығымызды көздейміз балдар. Асықты алмаймыз, мен сіздерге көрсетемін. Мен міне көрді ма? Қызыл асық ұттым, қызыл асықты құлаттым. Мен 3 ұпайға жинадым. Жарайсың.
саналады. Жасыл түске түскеніміз 2 пай саналады. Барлығы бізде 12 пай. Кәніге құттықтаймыз балдар. Айдара қызымыз 12 пай жинап алды. Келесі біздің ойынымыз тас қала деп ойыны аталады. Қазір мен сендерге ойынның шартын түсіндіремін балдар. Мен қазір сіздерге асық ойыннан тас қалашығын құрастырамын. Міне көрдіңдер ме балдар? Қазір мен сіздерге асықтан тас қалашығын құрастырамын. Асық тігілген, 5 асығымыз тігілген. Міне көздейміз, қолымызды алға созамыз, аяғымыз аласын көздейміз, тасымызды тас қаламды құлатуымыз керек. Көрдіңдер ме? Мен бір тас қаламды құлаттым, жеңіске жеттім. Екінші, 3 мүмкіндік берем. Екінші мүмкіндігімді атамын. Жараймын, міне бәрі құлаттым. Міне 3-ті қаламды құлаттым. Балдар, бұл танытқан алашты байрақты додаларда оқсаған қажымұқан балуан шолақтай ер жүрек бабаларға айқаса сескенбеге шайқаса тез бермеге ерлерім айбарлы ерлер спорт бастаған елім далға спорт бойда күш сенім барда жеңеміз әлі әлемнің бәрі мойында спорт танытты өрелімді спорт көтерген беделімді қол жарысында шығамыз шыңға жасындай біз жалында апай төс арыстарым бар әлем таныған тірісі шегінбеген қазақтың барыстары жігерде жаныған күресте жеңген. балалар, сіздерге ұлттық ойынның алаңы ұнады ма? Ендеше балалар, тобымызға қайтайық. Кәнекей бәріміз бұрыламыз. Оңға. Матвей. Оңға бұрыл. Бір. Екі.